Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі айтылатын тақырып әйелге тән сұлулық. Әлем сұлулыққа тұнып тұр. Айналаңызға зер салып қараңызшы. Ұлы шебердің шеберлігі мен асқан даналығынан паш ететін сән көрмеде жүргеніңізді аңғару қиын емес. Күлім қаққан күн мен жымыңдаған жұлдыздар, ақша бұлттар мен иісі жұпараңқаған түрлі түсті гүлдер, балапан бауырына басып айналаны әсем әнге бөлеген бәрі де сұлу. Солардың ішінде ең сұлуы адамзат баласы. Адамзат баласының ішінде ең сұлуы ол әйел. Ал адамзат ішінде әйел кісіге Алла тағала ерекше сұлулық пен нәзіктік сыйлаған. Міне осы екі ұғымды астарлап әйел затына нәзік жандылар дейміз. Иә, әйел ол ең сұлу жан. Әйел сұлулығы мен әйел парзаты ертең абыройын асқақтатып мерейін үстем етті. Себебі сұлулық бар жерде оған деген қызығушылықта қатар жүреді. Әйел адамның шынайы сұлулығын ашатын тек бояғыш косметикалар ғана емес, оның жаратылыс міндеттері. Әрине, бояғыш косметикаларында әйел адам өмірінде өз орны бар, бірақ әйелдің шынайы сұлулығы бояғыш заттармен өлшенбейді. Сіз қыз баласына тән табиғатыңызбен сұлусыз, сіздің сыңғырлаған күлкіңізге, назды үніңізге, аялы алақаныңызға әлемде еш нәрсе де тең келмейді. Бірақ әр нәрсенің өзіндік мақсаты бар. Соны естен шығармаған жөн. Сізге Алла тарапынан берілген осы артықшылықтар белгілі бір мақсатта дамып жатқанын біліңіз, түсініңіз. Аяулы ана атану әлемді сұлу ететін бақыттың бірі.